Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма ұлттық тағамдарды көрсетіңізші деген өтініштер келіп түсіп жатыр. Сондықтан бүгін қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты дайындайтын боламыз. Қуырдақ бұл қанша ғасырлар бойы қазақ халқымен бірге келе жатқан өте сыйлы қонақтарға, құда жекжаттарға қойылатын сыйлы тағамдардың бірі. Негізінде қуырдақты мал сойылғаннан кейін жылы күйінде малдың ішкі мүшелері жүрек, бауыр, өкпе және жұмсақ мойын етінен алып жасайды. Мен бүгін осы жылғы соғымнан екінші рет қуырдақ жасайын деп отырмын. Бірінші сойылған күні жасаған едім. Бүгінгі қуырдаққа мен жылқының қабырғаларының жұмсақ мойын етін алдым және жүрек, бауыр етін алып отырмын. Негізгі нағыз қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты малдың өзінің ішкі майын қуырып, сол майға етті қуырып пісіреді. Ал біз қазіргі заманға сай көкөністермен және дәмдеуіштермен қосып дайындап жүрміз. Бүгінде сол қазіргі әдіс бойынша дайындайтын боламыз. Көкөністерге картоп пен пияз, дәмдеуіштерге қарабұрыш пен тұзды ғана алдым. Басқа артық ештеңені қоспаймыз. Осындай терең жалпақ табаға алдымен от жағып қыздырып аламыз. Бірінші жасалған қуырдақта мен іш майын қуырған болатынмын. Өте майлы болды қуырдақ, сондықтан бүгін қуыратын май ретінде тек сұйық майды аламын. Қызған табаға сұйық май құямыз. 150-200 миллиграмдай. Тағы да майды қыздырамыз. Алдымен қуырдақтың құрамы ретінде алған жүрек, мойын етіміз, қабырғамыз, осыларды жақсылап қуырып, 1 сағаттай бұқтырамыз. Бауырды кейін картоппен бірге салатын боламыз. Дәмдеуіштерге жаңа айтып кеткендей топ. Мен 1 ас қасық тұзын салдым. Өйткені үшқұрлықты тұздалмаған ғой. Және кішкене шай қасықтың ұшымен қара бұрыш. Кейін піскен уақытта, пісіп қалған уақытта дәмін көресіздер. Тұз аз болса, кішкене тұз салуға болады үстіне. Міне қуырдағымызды қазір астын басып бұқтырамыз. Так. Салатын уақыт болды. 1 сағат бұқтырылды қуырдағымыз. Аздап түсіреміз үстіне. Енді картошканы саламыз. Так, отты көтереміз. Кішкене 100 миллиграмдай су құямыз. қазанның ақ
қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін астын азайтамыз. Отты. Достар, біздің қуырдағымыз дайын болды. Осылай пиязбен, ыстық тағамды және көк шөптермен сәндеп дастарханға ұсыныңыздар. Иісі сондай керемет. Менің рецепттерім ұнап жатса, достар, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын. Астарыңыз дәмді болсын, достар.